2009 жылы 2 желтоқсанда Қазақстан Республикасының бастамасымен Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 29 тамызды халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күн деп жариялаған резолюцияны қабылдады. 2010 жылы күллі әлем бұл датаны алғаш рет атап өтті. Қайырлы күн! Біз сіздерді Елбасы кітапханасының экспозицияларымен таныстыруға жалғастырамыз. Бүгінгі экскурсия Семей ядролық сынақ полигонының жабылуына және әлемнің адамзат тарихындағы ең жойқын қарудан бас тартуына арналады. Биыл әлемге әйгілі ядролық сынақ кешені Семей ядролық полигонының жабылуына тура 29 жыл толды. 1995 жылы 26 мамырда халыққа арналған жөндеуінде Нұрсұлтан Назарбаев көп қайғы қасірет шеккен қазақ халқы халықаралық атом дүрбелеңінің барлық ауыртпалығын басынан кешті деді. Мұрағат құжаттарына сәйкес Кеңес одағындағы атом бомбасын жасау іс жүзінде 1943 жылы ақпанда қабылданған Кеңес одағының мемлекеттік қорғаныс комитеті қаулысының негізінде басталды. Жалпы басшылық комитет төрағасының орынбасары Вячеслав Молотовқа жүктелді. Атом жобасының жетекшісі болып Игорь Курчатов тағайындалды. 1943 жылы 12 сәуірде Кеңес одағының ғылым академиясы нөмір 2 құпия зертханасын ашты. Бұл зертхананы басқаруды профессор Курчатовқа да жүктелді. 1945 жылы 20 тамызда атом бомбасын жасап шығару үшін Иосиф Сталин бірінші бас басқарманың құру туралы қаулыға қол қойды. Семей ядролық сынақ полигоны алғашында шартты түрде нөмір 2 оқулық полигон деген атау алды. Ғылыми жаңалықтар және жаппай қару-жарақ жарысы мемлекетіміздің тарихындағы ең күрделі парақтардың бірі болды. 1949 жылы 26 тамызда Кеңес одағының министрлер кеңесі жанындағы арнайы комитетінің отырысында атом бомбасының бірінші данасын сынақтан өткізу туралы шешім қабылданды. Атом бомбасы 29 тамызда жер бетінен 30 метр биіктікте жарылды. Бомбаның қуаты 20 килотонна құрап, Хиросима және Нагасаки қалаларының тасталған бомбаларының қуатымен пара-пар болды. Алғашқы сағаттарда Далонь ауылының маңайына түскен радиоактивті шөгінділердің мөлшері сағатына 200 рентген құрады. Жергілікті тұрғындар жарылыс туралы ескертілмеді. Адамдарды эвакуациялау мен ластаған аумақты дезактивация туралы ешбір шара қолданылмады. 1949 жылы 30 тамызда Лаврентий Берия Сталинге жолдаған құпия хабарламасында Семей түбегіндегі атом бомбасы сынағының нәтижелерін баяндады. Бастамасынан шабыт алған кеңесті ғалымдар сутегі бомбасын жасау жұмыстарын кірісті. Бірінші сутегі бомбасының сынағы 1953 жылы тамызда өтті. Жарылыстың салдарынан биіктігі 18 километр болатын алып бұлт пайда болды. Оның құрамындағы радиоактивті өнімдер айналадағы жер жыныстарына шөкті. Семей полигонындағы ядролық қарудың сынақтары 1956-1962 жылдары қарқынды жүргізілді. 61 және 62 жылдары жаңадан жасалған континентаралық баллистикалық ракеталарға арналған ядролық зарядтардың сынақтары белсенді түрде өткізіле басталды. Бұл кезеңде жерде және әуеде кеңістігінде жылына 50-ге жуық сынақ өткізіліп отырды. 1963 жылы КСРО, ақш және Ұлыбритания арасындағы атмосферада ғарышта және су астындағы сынақтарға тыйым салу туралы келісімге қол қойылды. Жарылыстар жер астында жүргізіле бастады. 1963 жылдан бастап сынақтар тереңдігі 200 метрлік көлденең шахталарда, ал 1965 жылдан бастап тереңдігі 500 метрден асатын тік шахталарда өткізілді. Семей полигонында 456 ядролық сынақ өткізілді. Оның 116-сы әуедегі жарылыстар. Зарядтардың жиынтық қуаты 1956 жылы Хиросимадағы тасталған бомбаның қуатынан 2,5 мың есе артық болды. Осы және басқа да тарихи деректер тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбітшілік кіндігі атты кітабында келтірілген. 1957 жылы Семей қаласында жабық типтегі медициналық мекеме Кеңес одағының денсаулық сақтау министрлігінің нөмір 4 диспансері ашылды. Бұл мекемеге полигонға жақын маңда орналасқан елді мекендер, тұрғындардың денсаулығы бақылау және радиациялық санитарлық жағдайды зерттеу жүктелді. Аталған мекеме туралы ақпарат 90 жылдардың басына дейін құпия болды. Жергілікті тұрғындарға және экология келтірген залдың шынайы ауқымы Кеңес одағының әскери басшылығына ғана белгілі болды. Алайда тәуелсіздік алғашқы жылдарынан ақ Қазақстан халқының бұл жағдайға бейқам қарай алмайтыны анық болды. 1989 жылы 30 мамырда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы министрлер кеңесінің төрағасы депутат Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылармен болған кездесуде
1949 жылдан бастап жұмыс істеп тұрған және атмосферадағы сынақтардан басталған Семей ядролық полигоны туралы ерекше айтқым келеді. Әскерилер біздің адамдардың денсаулығына ядролық сынақтардың зардабы жоқ, тіпті пайдалы екенін сендіргісі келеді. Бұл мемлекеттік қажеттілігі екенін біз жақсы түсінеміз. Дегенмен, атом жарылыстарының қоршаған ортаға тигізетін әсері терең әрі жан-жақты сараптама жүргізіп, оның нәтижелерін халыққа жеткізу қажет деп мәлімдеді. Семей Невада антиядролық қозғалысы Семей ядролық сынақ полигонының жабылуында маңызды орын алды. Қозғалысының жақтаушылары ғылыми, мәдени, қоғамдық форумдарда сынақтарды доғару туралы үндеулер және жолдаулармен шығып отырды. Мы организовали антиядерное движение Невада-Семипалатинск, чтобы бороться за прекращение испытаний ядерного оружия в Казахстане, чтобы отстоять наше исконное право на мир и безопасность в собственном доме. Сегодня, 6 августа 1989 года, мы собрались близ Семипалатинского полигона у казахского села Караул, в сердце срединных степей, связующих Восток и Запад, и в день международной солидарности борцов за безъядерный мир, чтобы заявить: пора сделать решительный шаг всеобщей безопасности, подписать договор о взаимном моратории на подземные испытания ядерного оружия и снять с повестки дня главный вопрос современности — угрозу уничтожения жизни на земле. Движение Невада-Семипалатинск, село Караул, Семипалатинской области, 6 августа 1989 года. Семей топырағындағы ядролық сынақтар тоқтатуға бағытталған күрес сәтті болды. 1991 жылы Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының парламентінің сессиясында Нұрсұлтан Назарбаев барлық жауапкершілікті өзіме аламын және құзыретімді пайдалана отырып, Семей ядролық сынақ полигонын арнайы жарлығымен жабық деп жариялаймын. Қазақстан жойқындығы жағынан әлемдегі 4-ші Семей сынақ полигонын жабу арқылы жаппай ядролық қарусыздану жолындағы нәтижелі қадам жасаған тұңғыш ел болды. 2009 жылы желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Семей ядролық полигонының жабылған күні 29 тамызды халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күн деп жариялады. 1991 жылы ядролық полигон зардаптарына қатысты мәселелерді шешу үшін кеңестік жылдары құпия болған бруцеллезге қарсы диспансердің негізінде радиациялық медицина және экология ғылыми зерттеу институты құрылды. Полигон жабылғаннан кейін Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен ұлттық ядролық орталық құрылып, оған ядролық қару сынақтарының салдарын жою, әскери өнеркәсіп полигонында қайта құру және оның мүмкіндіктерін бейбіт мақсаттар үшін пайдалану, қоршаған ортаның ластану жол бермеу міндеттелді. Біріккен ұлттар ұйымымен ынтымақтастық Қазақстанның сыртқы саясатындағы негізгі басымдықтардың бірі. 2010 жылы 6 сәуірде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун саяси байланыстарды нығайту, ел басшылығымен ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін, сондай-ақ Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымға төрағалық аясында халықаралық проблемаларды талқылау мақсатында келді. Тәуелсіздік жылдарында Нұрсұлтан Назарбаев саммиттерде және де басқа да халықаралық алаңдарда сөз сөйлеп, әлемдік қоғамдастықта бейбітшілік пен келісім саясатын қарудан бас тартуға шақырды. Бұл жай ғана негізсіз ұрандар емес, ядролық клуб елдерін біртіндеп қарусыздандыру жолындағы нақты ойластырылған іс-қимыл бағдарламасы. 29 жыл бойы елбасымыз әлемдік державалардың жетекшілерін ядролық қарудан бас тартуға шақырып келеді. 2016 жылы Біріккен ұлттар ұйымының қарусыздану комитетінде Нұрсұлтан Назарбаев әлем 21 ғасыр манифестін ұсынды. Манифесте Қазақстанның тұңғыш президенті барлық елдерді тарихқа қайта шолу жасап, өткеннің қателіктерінен қорытынды шығаруға және ядролық қарудан азат әлемді нақты құруға шақырды. Адамдардың өткен ғасырдағы жасаған секілді 21 ғасырда да бейбітшілік үшін байыптылықпен және табандылықпен күресу керек. Біз балаларымыз бен немерелеріміздің болашағы туралы ойлауға тиіспіз. Өткен ғасырлардың қасіретті қателіктерін қайталауға жол бермей, әлемді соғыс қатерінен түпкілікті арылту үшін бүкіл әлем үкіметтерінің,
саясаткерлерінің, ғалымдарының, бизнесмендерінің, өнер қайраткерлерінің және миллиондаған адамдардың күш-жігерін жұмылдыруы қажет. Нұрсұлтан Назарбаевтың «Әлем 21 ғасыр» манифестінен. Елбасы зорлық-зомбылықсыз, қауіп-қатерсіз, егемен елдердің құқықтары мен мүдделерін нұқсан келтірмей, әлемдік тәртіпті дамыту стратегиясын анықтады. Достар, біз бүгін ядролық жарылыстардан зардап шеккен еліміздің тарихына шолу жасадық. Тәуелсіз елдің ауызбіршілігі мен тыныштығы бұл Қазақстан халқының басты құндылығы. Осындай трагедияларды қайталамай, болашақ ұрпақтар бейбіт дамуы мен гүлдену жолындағы өткен сабақ алу баршамыздың міндетіміз. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.